Грузия Ресейден Абхазия мен Осетияны қайтарып алады. Елдің премьер-министрі осындай мәлімдеме жасады. Ал біз өз кезегімізде бұл екі өңір Грузиядан қалай бөлінгенін түсіндірейік. Абхазия мен Оңтүстік Осетия Кавказдағы даулы аумақтар. 1991 жылы Грузия тәуелсіздік алғанда Осетия мен Абхазия қалып қойды. Грузия бұл аумақтарды өз жері деп 2 жыл бойы қақтығыс болды. Екі мойындалмаған ел Ресейден көмек сұрады. Ресей жақтаған Абхазия мен Осетия Грузиямен келісімге келді. Сөйтіп 90 жылдары Ресей өзі мойындап алса да, абхаздар мен осетиялықтарға ресейлік төлқұжат бере бастады. 2006 жылы ресейлік төлқұжаты бар азаматтардың саны 80%-дан асып кетті. Мойындалмаған республикалардың негізгі билігі, оның ішінде әскери билігі ресейлік шенеуніктерден тұрған. 2007 жылы арандату оқиғалары басталды. Мысалы, грузиндердің полиция көлігі жарылып, 6 адам зардап шекті. Артынша әскерилердің қақтығысы басталды. Осылайша елде 2008 жылдың 8 айының 8 жұлдызында 5 күндік соғыс басталды. Ақырында Грузия жеңіліп тынды. Бірақ көптеген ел мен халықаралық ұйымдар Осетия мен Абхазияны Грузияның бір бөлігі деп мойындайды. Грузия үкіметі де бұл аумақтарды Ресей уақытша басып алған деп санайды. Бүгінгі таңда бұл өңірлердің Грузиядан тәуелсіздігін 5 мемлекет – Ресей, Никарагуа, Венесуэла, Науру және Сирия мойындаған. Қысқасы осы, лайк басып арнаға жазыла кетіңіз.